Баршаңызға сәлем. Бүгін тез әрі оңай дайындалатын жұмсақ, нәзік, ауызда еритін кекстің рецептісін сіздерге ұсынамын. Ең алдымен арнама тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кетулеріңізді сұраймын. Бұл рецептіні мен бұрыннан қолданып келе жатырмын, сондықтан да сіздерге де ұсынғым келеді. Кекс үшін бізге бөлме температурасындағы 200 грамм сары май, 160 грамм қант, 100 грамм изюм, 2 немесе 3 жұмыртқа, ванилин, сода қажет болады. Ең алдымен бөлме температурасындағы жұмсақ майымызға қантты қосамыз. Ванильный сахар немесе ванилин қосамыз. Миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Одан кейін 2 жұмыртқамыз қосамыз. Егер сізде жұмыртқа кішкентай болса, онда 3 жұмыртқа қосуға болады. 250 грамм ұнымды өлшеп алдым, соны қосып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Ешқандай түйіршігі қалмауы керек. Осы тұста жарты шай қасық содамызды қосамыз. Одан кейін таза құрғақ изюмымызға жарты немесе 1 шай қасық ұн қосып араластырып алып, оны қамырымызға қосамыз. Мынандай қою біркелкі масса шықты. Енді арнайы формамызға май жағып, дайындап қойып, оған қамырымызды саламыз. Осы кезде пешіміз қызып дайын тұру үшін қосып қойсаңыздар болады. Барлық қамырымызды салып, бетін тегістеп, пышақты сулап алып, ортасын осылай кесіп шығамыз. Менде әсел пеште тура 50 минут 200 градуста пісті. Сіздер өз духовкаларыңызға қарайсыздар. Менде жақсы көтерілді. Енді суытып алып, бетіне сахарный пудра себеміз. Міндетті түрде суығаннан кейін себу керек. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Менде бірінші сорт ұн болғандықтан осындай қоңырқай түс болып шықты. Егер сізде бірінші сорт ұн болса, оны да қолдана беруге болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де рецептіні жоғалтып алмас үшін, басқа да рецепттерді көру үшін арнама тіркеліп қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.